түс мезгілінде далада тұрдық делік. Кенет айнала қап-қараңғы болып кетті. Аспанда жұлдыздар жарқырады. Температура төмендеді. Түнгі жануарлар шақыра бастады. Бірнеше минуттан соң күн қайта көрінді де бәрі қалпына келді. Не болды? Біз дәл қазір күн тұтылуын көрдік. Ежелгі адамдар тұтылудан қорқатын. Олар күннің неге қараятынын түсінбеді. Тұтылу жаманшылық пен апат нышаны деп қабылданды. Алайда бүгін оны күн мен айдың қалыпты қозғалысы туғызатынын білеміз. Шындығында күн тұтылуының 3 түрі бар. Бірінші, ең танымал түрі толық күн тұтылуы. Толық күн тұтылуы күн, ай, жер үшеуі бір сызық бойына сап түзеп, айдың көлеңкесі жер бетінің шағын аумағына түскенде болады. Умбрадағы, яғни ай көлеңкесінің ең қараңғы бөлігіндегі адамдар үшін күн сәулесі толық жоғалып, аспан түндегідей қап-қараңғы болып кетеді. Құбылыстың екінші түрі жартылай тұтылу. Күн, ай, жер мінсіз сап түземей, жер бетіне ала көлеңке немесе пенумбра, яғни ай көлеңкесінің жарықтау сыртқы бөлігі түскенде жартылай тұтылу бақыланады. Жартылай тұтылғанда күн бетінің бір бөлігіне көлеңке түскендей тәрізденеді. Күн тұтылуының үшінші түрі сақина тәрізді тұтылу. Бұл құбылыс ай өз орбитасының жерден ең қашық нүктесі маңынан өткенде бақыланады. Ай кішілеу болып көрінгендіктен күнді толық тасалай алмайды. Сөйтіп күн бетін жапқан қара диск пен оның айналасындағы жарқыраған сақина байқалады. Күн жаңа ай кезінде ғана тұтылуы мүмкін. Өйткені тек осы фазада ай күн мен жердің арасында орналасады. Алайда әр жаңа ай туған жолы күн тұтыла бермейді. Өйткені ай орбитасы жер орбитасына қатысты көлбеу, сондықтан олар ай сайын емес, анда-санда ғана қиылысады. Күн тұтылуы біршама жиі астрономиялық оқиға. Жылына 2-5 рет бақылануы мүмкін. Алайда толық күн тұтылуы 1,5 жылда ғана бір қайталанады. Толық тұтылу бақыланатын облыс тым кішкентай. Сол себепті дәл сіз тұрған жерден оны көру ықтималдығы өте аз. Сіздің өңірде толық күн тұтылуы өміріңізде бір-ақ рет байқалуы мүмкін. Күнге тура қарау көзге өте қауіпті, тіпті соқырлыққа душар етуі ықтимал. Сондықтан тұтылу кезінде күнге көзді қорғайтын арнайы фильтр немесе құралдарсыз қарауға болмайды. Ал ең қауіпсіз әдіс тұтылуды проекциялық камера көмегімен бақылау. Оны алдын ала дайындап алған жөн. Таяу жылдары Қазақстаннан көрінетін күн тұтылулары жайлы мына карталардан және бейнероликтің сипаттамасынан біле аласыңдар.